Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 11 сыныптың оқулығын бастаймыз. Пән қазақ әдебиеті. Бүгін көтеретін тақырыбымыз Оралхан Бөкейдің Атау керек повесі. Оралхан Бөкей 1943 жылдың 28 қыркүйегінде Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Найман тайпасы Көкжарлы Қаратай руынан шыққан. Әкесі Бөкей көп сөйлемейтін, сөйлей қалса сөзі өткір, қанжардай қиып түсетін, сөзге шешен, астарлап сөйлеп өз ойын дәл жеткізе білетін, рухы мықты, жаны таза адам болған екен. Анасы Күлия көреген, ділмар, аузын ашса көмейі көрінетін ашық кісі болған екен. Үнемі топ бастап жүретін, қажет жерінде қиыннан қиыстырып өлең де шығаратын. Керемет дауысы бар әнші де болған. Отбасында бір ұл Оралхан, 5 қыз Шолпан, Әймен, Ләззат, Мәншүк, Ғалия. Яғни Оралхан Бөкей отбасындағы 5 қызын ішінде тәрбиеленген жалғыз ұл бала екен. Оралхан дүниеге келгенде сұрапыл соғыс жылдары болғандықтан, әкесі оны Оралға еңбек майданына аттанған кез болған екен. Анасы Күлия әкесі еңбек майданынан аман есен оралсын деп ырымдап сәбидің атын Орал хан деп қойған екен. Енді Оралхан Бөкейдің өмірі мен шығармашылығы жайлы дайын бейне баянға кезек берсем. Алтай тауларының қолтығындағы алақандай ғана ауылдан шығып, алты алашты аузына қаратқан қара сөздің зергері. Қазақ әдебиетінің көкжиегін көз жетпес қиырларға кеңейтіп қана қоймай, әлемдік әдебиеттің де дүбірлі аламанында олжа салған дара суреткер. Ұлт журналистикасына тың жаңалықтар әкелген көсемсөз шебері. Ол әрине талантты қаламгер Оралхан Бөкей. Аз ғұмырында артында атан түйеге жүк болар, саналы пендеге ой салар, баға жетпес мол әдеби мұра қалдырған Оралханның жаратушы нәсіп еткен жарты ғасырлық өмірі де барша қазаққа өнеге. Сыршыл да жүрдек қалам мен қалың көрерменнің жүрегін баураған дарынды жазушының ғибратты ғұмыры сіздердің назарларыңызда. Оралхан Бөкей 1943 жылы Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданының Шыңғыстай ауылында дүниеге келді. 1963-69 жылдар аралығында Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде сырттай оқиды. 65-68 жылдары Шығыс Қазақстан облысы Үлкен Нарын ауданындағы Еңбек туы газетінде корректор, аудармашы, редактордың орынбасары қызметтерін атқарды. 1968 жылы облыстық газетте әдеби қызметкер, 68-74 жылдары Республикалық Лениншіл жас газетінде бөлім меңгерушісі, 74 жылдан 83 жылға дейін Жұлдыз журналында проза бөлімінің меңгерушісі, 1983-93 жылдары, яғни өмірінің соңына дейін Қазақ әдебиеті газеті бас редакторының орынбасары, бас редакторы қызметтерін атқарды. Островский атындағы бүкіл одақтық әдеби сыйлықтың Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Жақсы балалар, енді біздің келесі мағлұматымыз осы Оралхан Бөкейдің шығармашылығы туралы болмақ. 1970 жылы Алматы қаласындағы жазушы баспасынан басылып шыққан Қамшыгер атты алғашқы жинағы жас жазушының атағын шығарды. Осы баспадан оның Үркер, Қайдасың қасқа құлыным, Мұзтау әңгімелері мен повестері шығарылды. Оралхан Бөкейдің ән салады шағылдар, Үркер ауып барады, Біздің жақта қыз ұзақ әңгімелері мен повестері Жалын баспасынан жарық көрді. 1986 жылы оның Құлыным менің деп аталатын драмалық шығармалары Өнер баспасынан, 1987 жылы Ұйқым келмейді деп аталатын творчестволық әңгімелері Жазушы баспасынан шығарылды. Алданған ұрпақ трилогиялық романы қолжазбалық ойлар күйінде аяқталмай қалған. Құлыным менің, Теке тірес, Қар қызы,
Зымырайды поездар, жау тылындағы бала, мен сізден қорқамын пьесалары қазақ және орыс тілдерінде республикалық, облыстық, сондай-ақ бұрынғы одақтас республикалардың театрларында сахналанып қойылған екен. Оралхан Бөкейдің есімі дүние жүзіне танымал жазушы. Оралхан Бөкейдің шығармалары дүние жүзінің көптеген тілдеріне орыс, ағылшын, француз, неміс, жапон, араб, қытай және басқа да ұлы халықтардың тілдеріне аударылған. Жазушы Оралхан Бөкейдің Атау кере повесінің оқулықтағы ормандағы отбасы, ене мен келін, таған мен шалдың әңгімесі және будан аралар деп аталатын бөлімдеріндегі оқиға желісіне құрастырылған сюжеттік композициялық құрылысына талдауымды ұсынамын. Ендеше, ормандағы отбасы аталатын алғашқы бөлімінің сюжеттік композициялық құрылысына назар салыңыздар. Оқиғаның басталуы. Тоғай ішіндегі қанбазар тіршілік. Оқиғаның дамуы. Күтпеген кездесу. Оқиғаның байланысуы. Мұзтау Алтайдың ақ отауы. Оқиғаның шиеленісуі. Жападан жалғыз қалған сырға толы үй. Оқиғаның шарықтау шегі. Ене мен келін. Оқиғаның шешімі. Миын шіркейдей айналдырған айнаның ойы. Енесінің өткен өміріндегі оқиғаны баяндау диалогіне құрылған ене мен келін аталатын бөлімнің сюжеттік композициялық құрылымын талдауды жалғастырамын. Оқиғаның басталуы. Оқыстан қойылған келін сұрағы. Оқиғаның дамуы. Қызыққа толы таусылмас хикая. Оқиғаның байланысуы. Атышулы Фадеевтер әулеті. Оқиғаның шиеленісуі. Басталмай жатып аяқталған ұрыс. Оқиғаның шарықтау шегі. Қазақ келіні атанған орыс қызы. Оқиғаның шешімі. Кісі жадылайтын сұңғыла өнерлі қатал Анна Филомоновна. Келесі өнегелі әңгімеге құрылған таған мен шалдың әңгімесі бөлімінің сюжеттік композициялық құрылымы. Оқиғаның басталуы. Ойды ой қуалап біраз жерге жетіп қалған таған. Оқиғаның дамуы. Шарықтаған қиялға қиянат жасаған шал. Оқиғаның байланысуы. Терең ойлы ақылгөй шалдың тағанға ұсынысы. Оқиғаның шиеленісуі. Тағанды мазалаған түрлі ойлар. Оқиғаның шарықтау шегі. Адам орманнан ағаш орманға қашқан шал. Немесе асыранды қозы мен баян. Оқиғаның шешімі. Шалдың тұманды мақсаты. Оқулығымыздың соңғы әрі тақырыптың мазмұнын ашатын будан аралар бөлімінің сюжеттік композициялық құрылысының реті мынадай. Оқиғаның басталуы. Шай үстіндегі мардымсыз әңгіме. Оқиғаның дамуы. Тағанның Нұрке ана мен ерікке алғысы. Оқиғаның байланысуы. Жер көкте жайлаған будандар. Оқиғаның шиеленісуі. Араға опаланған Нұрке ананың атау кересі. Оқиғаның шарықтау шегі. Оянған сезім. Оқиғаның шешімі. Қауіпті будан. Ендеше повестің бұл бөлімінің қауіпті будан аталу себебіне тоқталып өтейін. Оралхан атамыздың шығармаларында жеңіл мазмұн кездеспейді. Шығармада шетел мен жергілікті аралардың буданы туралы айтылады. Алайда нағыз қауіпті будан олар емес. Сол аралардың омарташысы, яғни еріктің өзі. Әкесі қазақ, анасы орыс. Бірақ өз ортасында абыройлы, мұндай жақсы кісілерден қауіпті будан шығатынын кім білген. Ал шығарма атауының жөні бір бөлек. Атау кере. Атау кере сөзінің өзі елең еткізеді. Повестте Нұрке ана
жан тапсырар алдында арнайы даярланған ас ішеді. Қазақ ырымында науқастың ішер соңғы асы атау келе деп аталатынын Біреу білсе, біреу білмейді. Келесі кезекте Оралхан Бөкейдің жазбаларына назар аударайық. Өмір деген тіпті де ғажап емес. Алтайдың қысы секілді қатыгез, кімдерге суық, кімдерге ыстық дегеннен өмірді лағнеттеп өкінуге де болмайды, дейді Оралхан Бөкей өз жазбасында. Айналайын Алтайым, осы құдіретіңнен, осы келбетіңнен, осы гүліңнен, осы жұпарыңнан айырылып қала көрме. Өйткені мен сені сүйемін, өйткені мен сенің перзентіңмін, өйткені жаһанда саған жетер салтанатты жер жоқ деп жазушы өзінің туған жері Алтай өлкесіне деген сүйіспеншілігін өз шығармаларына арқау еткен екен. Енді тірек сөздерді пайдаланып тапсырмаларды орындайық. Оралхан Бөкейдің Атау кере повесі бүкіл адамзаттық проблемаларды қозғайды. Атау кере адамның өлер алдындағы ең соңғы дәмі. Жазушы былай деп жазып кетті: менің повестерімдегі, әңгімелерімдегі барлық сюжеттер, туған жер туралы естеліктер, жас шақтағы болған оқиғалармен байланысты. Қандай тамаша. Бірінші тапсырма: сюжетті кестелерді пайдаланып жұмыс жасайық. Сұрақтарға жауап береді, тірек сөздерді пайдаланады. Оралхан Бөкейді кім деп танимыз? Қашан дүниеге келді? Қайда? Оралхан Бөкей жазушы, журналист, публицист, драматург. Қашан дүниеге келді? 1943 жылы 28 қыркүйекте. Қайда? Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы, Шыңғыстау ауылында дүниеге келген. Оралхан Бөкей драматург. Қандай шығармасын білесіңдер? Құлыным менің пьесасы. Қашан жарық көрді? 1976 жыл. Островский атындағы бүкілодақтық әдеби сыйлықтың лауреаты атағының иесі. Қашан алды? 1978 жылы. Қандай шығармасы арқылы? Найзағай ізі повестері мен әңгімелер үшін алды. Енді балалар, сюжет, композиция, жанр дегеніміз не? Қане, есімізге түсіріп көрейікші. Сюжет дегеніміз, сюжет өзара жалғасқан оқиғалар желісі, біртұтас желісі. Дұрыс айтасыңдар балалар. Композиция дегеніміз не? Композиция туындының құрылымы, оның жанр мен мазмұнына орай құрамдас бөліктерінің тұтастығы. Тамаша балалар. Жанр дегеніміз не? Жанр сөзі француз тілінде тек ұғымын білдіреді. Қанша түрі бар, еске түсіріп көрейікші. Лирикалық, эпостық, драмалық, дұрыс айтасыздар, 3 түрі бар. Тамаша. Атау кере повесіне сюжетті композициялық талдау жасайық. Екінші тапсырма: үзіндіні оқып, мазмұны негізінде сюжеттік талдау жаса. Дескриптор: үзіндіні оқып, мазмұнын түсінеді, шығармаға сюжеттік талдау үшін жоспар құрады. Бірінші үзінді: Еріктің былтырдан бері ауылға келгені осы, өзгермеген, өзі ғана секілді. Көшеде жұрттың бәрі бұған үрке қарайтындай сезікті сезінді. Өзін соншалық жат, өзінше бір өгейлікпен қарсы алады деген үш ұйықтаса түсіне кірген жоқ. Мамандықтарын тастап ара бағып кеткендеріне осы күзде 5 жыл толған. Оқиғаның басталуы:
Еріктің ауылдан алшақ кетіп, омарта шаруашылығымен айналысуы. Екінші үзінді үлкен ойдың жетегінде жүріп құлындарын ноқталады. Үлкен ойдың жетегінде жүріп самауырға су құйып шоқ салды. Үлкен ойдың жетегінде жүріп барлық шаруаны тындырды. Күн қыза дестегі шөпті жинай бастады. Аралар әлемі толассыз жұмыс қамында. Қас-қатар тізілген қорап тесігінен кіріп шығып мәңгілік қозғалыстың ұясына айналған. Оқиғаның дамуы. Омарташылар мен бал араларының күйбең тіршілігі. Үшінші үзінді. Ей, қара бура, сен маған еріп жүр, аузыңнан арақ, алдыңнан тамақ кетпейді. Рас айтасың ба, алдамайсың ба? Деді екі көзімен Еріктің қолындағы шөлмекті ішіп жей. Бұл оқиғаның шиеленісуі. Тақырып қойайық. Дұрыс. Еріктің ауылға ішімдікке салынған тағаны алып келуі. Тағанды. Төртінші үзінді. Араның елде жоқ түрін алғаш рет естігенде Ерік жанын қоярға жер таппай аса қызыққан. Қалайда қолға түсіру жолын іздеді. Қауіпті будан алапат еңбекқор еді. Бұл оқиғаның шарықтау шегі. Яғни Еріктің аш көзденіп араның жаңа түрін өсіруі. Бесінші оқиға. Тихой өзенінен айнаны көтерген күйі белуардан кешіп өткен таған білте жолмен Алтайдың қара орманына сіңіп бара жатты. Бұл оқиғаның шешімі. Таған мен айнаның жаңа өмір бастауы. Тамаша балалар. Үшінші тапсырма. Көркем шығарманың жанрлық ерекшеліктеріне анықтаңдар. Дескриптор. Көркем шығарманы талдау арқылы жанрлық ерекшеліктерін көрсетеді. Көркем шығарманы талдай отырып, қандай ерекшеліктер байқадыңдар? Тамаша. Ойымызды салыстырайық. Көркем әдеби стильде жазылды, орта көлемді. Үшінші, оқиғаның басталуы, дамуы, шарықтау шегі, шиеленісі, шешімі бар. Төртінші, кейіпкерлер Нұрке ана, Ерік, айна, таған. Бесінші, таған өз өмірі үшін күреседі. Қандай жанрға жатады? Атау кере, повесть, эпостық жанр. Дұрыс айтты, жазды деп ойлаймын. Өзіңді бағалаңыз. Мен бүгін сабақта көркем шығармаға сюжеттік талдау жасадым. Мен көркем шығарма оқиғасына жоспар құрдым. Мен көркем шығарманың жанрлық ерекшеліктерін ажырата аламын. Өз-өзін дұрыс бағалады деп ойлаймын. Шығарманы мұқият оқыңдар. Өте қызық балалар. Өзіндік жұмыс. Идея туралы ойлар. Дескриптор. Стилін анықтайды. Жанрын тілін ажыратады. Қорытынды. Оралхан Бөкей өмірі шығармашылығымен таныстық. Атау кере повестін сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшеліктерін түсіндік. Оралхан Бөкей, драматург, Еңбек туы газетінде корректор қызметін атқарған, Еңбек туы газетінде журналист болған, сөз зергері, жазушы, Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі, аудармашы, Қазақ мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған жазушы екен. Ал Оралхан Бөкейдің шығармашылығы туралы айтар болсақ, 1943-1993 жылдары өмір сүрген жазушы Шығыс Қазақстан облысының Қатон-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген екен. Қамшыгер, үркер, ән салады шағылдар, сайтан көпір, мұздау, қайдасың қасқа құлыным, тағы сол сияқты шығармалардың авторы.